Арман ауылдан басталады. Аян Жаңатас ауылындағы шағын үйдің үлкені. Әкесі құрылысшы, анасы үйде науқас. Аян мектепке барғанымен қатар таңнан тұрып сиыр сауып, отын жарып, іні қарындасына қараушы еді. Үйде ақша тапшы, алайда бұл оның арманын өшірмеді. Аянның арманы үлкен қалада оқып, ғылыммен айналысу. Бір күні менде теледидардағы ғалымдардай болам дейтін. Сыныптастары сенбейтін. Тіпті күлгендері де болды. Сенбе ғалым болатын. Ең болмаса жаңа сөмкең де жоқ қой. Аян үндемейтін. Бірақ күн сайын кітаптан бас алмай, есепте шығарып, өзімен өзі күресіп жүретін. Алғашқы қадам, алғашқы жеңіс. 8 сыныпта аудандық олимпиадаға іріктеу өтті. Аян математикадан қатысып, ауыл бойынша бірінші орын алды. Бұл оның өміріндегі алғашқы жарқыраған сәт еді. Аудан орталығына барып, жеңімпаз атанған кезде мұғалімі көзіне жас алып: «Аян, сенің бойында от бар. Сол отты сөндірме», деді. Ауылға оралғанда бәрі оны мақтады. Бірақ көп ұзамай сын басталды. Анасы сырқаттанып облыстық ауруханаға жатты. Әкесі қалаға жұмыс іздеп кетті. Аянға барлық үйдің шаруасы мен іні қарындастарының жауапкершілігі түсті. Сабаққа сирек қатысып, кейде көзінен жасын сүртіп келетін күндері көбейді. Мұғалімдер үнсіз түсінсе, кей оқушылар артынан сөз айтты. «Жарқ етіп сөнді», деді олар. Аян үндемеді. Ішінде бір ғана сөз қайталанып жатты: «Мен берілмеймін». Түнгі жарық пен таңғы үміт. Аян күндіз ағаш жарып, су тасып балаларға қарады. Түнде ескі май шаммен кітап оқыды. Жұрт ұйықтап қалғанда ол арманына тағы бір қадам жасау үшін дайындалатын. Ол ОБТ-ға өз бетінше дайындалып жүрді. Соңғы 90-да анасы жақсарды. Әкесі де қайта оралды. Аянның ОБТ-да жоғары балл алып, қаладағы ұлттық университетке грантпен түскені ауылда жаңалық болды. Ең алғаш рет Жаңатастан бір бала қалаға тегін оқуға түсті. Ауылдың қарапайым баласы үлкен өмірге жол тартты. Қаланың қиындығы мен үміттің күші. Қалада бәрі басқаша еді. Тіл басқа, орта басқа. Алғашқы аптада Аян өзін жалғыз сезінді. «Мен мұнда лайық емеспін бе?» деген ой келді. Бірақ ол тағы да күресті. Сабақтан қалмай, кітапханада ұзақ отырып, сұрақтар қойып, жауап іздеді. Көп ұзамай ұстаздар мен студенттер оның қабілетін байқады. Оны ғылыми клубқа шақырды, кейін қалалық байқауларда жүлде ала бастады. Бір жыл ішінде ол студенттердің арасында беделге ие болды. Бірақ ол ешқашан өзін ұмытқан жоқ. Жыл сайын жазда ауылына барып, балаларға тегін дайындық курстарын ұйымдастырды. Өзінің ескі сөмкесін көріп: «Осы сөмке мені қалаға алып келді», деп күлетін. Жанып тұрған үміт. Аян университетті үздік бітірді. Шетелде магистратураға шақырту алды. Бірақ ол қалмады. «Менің елімде де арманды оятатын балалар бар», деді. Ол ауылға жиі келіп, жасөспірімдерге мотивациялық сабақтар өткізді. Ауылдан шыққан Аян деген атпен танымал болды. Ол әр кездесуде бір ғана нәрсе айтатын: «Сәтсіздік тек саты. Ең бастысы үміт отын өшірмеу. Мен сөндірмедім, сен де сөндірме». Аян жай ғана бала емес. Ол үміттің, төзімнің, табандылықтың бейнесі. Оның хикаясы әр қазақ баласына шабыт болсын. Арманыңа жету үшін көп нәрсе керек емес: сенім, еңбек және жүректегі өшпейтін үміт оты.